Жүсіпбек Аймауытовтың даналық сөздері. Дәрігерден де тәрбиешінің көп болғаны артық. Дәрігер адамның денесін сауықтыратын болса, тәрбиеші адамның ақылын, мінезін, жанын сауықтырады. Тіл ішкі сырды сыртқа шығаратын құрал. Әр заманда тіл ішкі сырды әртүрлі шығаратын болған. Мамандықтың жаманы жоқ, бірақ оның кез келгеніне икемділік қажет. Бұл жай күнелту, тамақ асыраудың жолы емес, үлкен өнерді, зор шеберлікті қажет ететін нәрсе. Оқу, білім жанған шырақ, ойласаң, үйренесің, іздеп көрсең, қалмасаң. Қу өнерді, бу беліңді жігер сал, пайдаларсың, қаужанарсың, тоймасаң. Баланы бұзуға, түзеуге себеп болатын бір шарт, жас күнде көрген өнеге. Бала әдетті жасынан тамызықтап жинайды. Сөз ойдың айнасы. Ойсыз сөз, сөз болмайды. Ой жетілу мен тіл жетілу қатар жүреді. Ана тілі жүректің терең сырларын, басынан кешкен дәуірлерін, қысқасы жанның барлық толқындарын ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп отыратын қазына. Сабақ беру үйреншікті жай ғана нәрсе емес, ол жаңадан жаңаны табатын өнер. Ғылым білімге қонады, ғылымсыз білім тым құрғақ. Ерлік, қайрат үнемі ірі жұмыста көріне бермей, күндегі уақ-түйек жұмыста да көрінуі керек. Тәрбие басы тіл. Ұстаз анаңдай ұлы. Ұстаз емес, өз шәкірт үшін күймесе, шәкірт емес, өз ұстазын сүймесе. Бір әріп үйреткенге 40 жыл сәлем бер. Адамда азда болса бір үміт, бір таяныш болу керек. Ондай таяныш болмаса, тіршілік етіп не керек? Тіршілікте адам баласы нелер күйге түспек, бейнет чекпек, рахат таппақ, өкінбек, үміт етпек, адаспақ, түзелмек, талай ажалға басында байламақ, талай соққыда жемек. Назар аударып қарағандарыңызға рахмет. Жүсіпбек Аймауытовтың қай сөзі ұнағанын пікірге жаза кетіңіз.